Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздерге осындай өте әдемі кафе ресторандардағыдан күшті болып шығатын круассанның рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жылы су құямыз және жылы сүтімізді құямыз. Қантымызды салып және тұзымызды саламыз. Солар ергенше араластырып алып, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз да дрож саламыз. Дрож ергенше араластырамыз. Бір жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Артынан ұн қосып, жұмсақ бір келкі етіп қамыр илейміз. Ұнды аз-аздан салыңыздар, сол кезде жұмсақ әдемі көтерілетін қамыр шығады. Қамырды илеп болған соң 1-2 сағатқа көтерілуге қоясыздар жылы жерге. Сол кезде осындай күшті болып көтеріледі қамыр. Сосын оны өздеріңіздің қалауларыңызша 7-8 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен көп слой шыққанын қаладым, сол үшін көп бөлікке бөлдім. Ол бөліктерді ұнымызбен дөңгелетіп осылай жасап, сосын жайып шығамыз да, үстінен жұмсақ сары май жағамыз. Егер жұмсақ сары май ыңғайсыз болып жатса, ертілген сары май жағасыздар. Осындай үлкен қамыр жасаймыз, дөңгелек етіп, сосын үстінен ұн сеуіп отырып жаямыз. Барлық жерін бір келкі етіп жаямыз. Сосын видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп кесесіздер, үлкен болып шығады. Ортасына начинкасына кез келген нәрсе салсаңыздар болады. Мен вареная сгущенка салдым. Видеодағыдай етіп ораймыз. Бетіне жұмыртқа жабып 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен біздің круассандарымыз дайын. Ас болсын. Видеоға лайк басып, менің YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытып кетпеңіздер.